Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай үгітілмелі печеньенің рецептісін ұсынамын. Менің арнама тіркеліп, комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстінен қант салып араластыратын боламыз. Қантымыз кішкене ерігенше араластырып, оның үстінен сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жұмыртқалы массамызға қосып араластырамыз. Жұмсақтау етіп қамырды илейтін боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырдан печеньеміздің формаларын келтіріп, осылай ұзынша етіп жайып аламыз. Бірнеше бөлікке бөліп, оны ұзындау етіп созып, тағы да бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Печеньеміз дайын. Енді қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пешімізде 10-12 минут шамасында пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын болып шықты. Барлығыңызға ас болсын.